обработка. Йодқа аллергия жоқ қой сізде? Құрметті оқырмандар, бүгінгі біздің пациенткамыз 35 жаста. Жаңағы эко бағдарламасына дайындық үстінде. Бүгін бізде УЗИ анықтамасы бойынша бұл кісіде полип деп жазыпты. Сондықтан қазір бірінші гистероскопымызбен қарап аламыз. Бірінші оның диагностика дейміз. Оның полиптің диагноз қою үшін ең бірінші, конечно, УЗИ жасау керек, ультразвук. Ультразвуктан кейінгі жаңағы диагноз қоятын әдіс ол гистероскопия. Қазір біз гистероскопия жасаудың үстіндеміз. Жайлап камерамызбен матканың ішіне кіріп, міне мынау өсінді, ол полип деп аталынады. Біз қазір сіздікі өте қалың, фиброзный, қатып кеткен. Сондықтан оны жаңағы хирургиялық әдісқана алып тастай алады, басқаша алынбайды. Осындай сосудтар көп бұл жерде. Сондықтан бұл полипті біз қазір тек хирургиялық жолмен ғана емдеуге болады, басқаша ол емделмейді. Жайлап гистероскопический жаңағы қайшымен осы полипті алып тастауға тырысамыз. Пациенткамыз біздің наркозсыз. Операциядан шыққаннан кейін бәрібір емделу керек, гистологиясын алғаннан кейін. Өйткені причинасы, жаңағы себептері дейміз өте көп полиптің. Ол себептері ең бірінші инфекция дейміз, воспаление дейміз. Содан болуы мүмкін. Одан қалса жаңағы предрасполагающий факторы дейміз, кішкене себеп болады, гормональное нарушение болуы мүмкін. Полип деген жақсы нәрсе емес, оның уақытысында алмаса, осложнениелері көп болады. Ана полипіңіз сіздің бүгін емес, кеше емес, өтен бұрыннан келе жатқан полип. Алып тастадық. Енді полипті алып тастағаннан кейін мен қайтадан ішке кіріп, матканың ішін тағы да бір рет қарап шығуым керек. Қазір бәрі жақсы, бәрі таза. Полип жоқ. Все. Сонымен біз біттік процедурамызды. Полипті алып тастадық.